бетіне күліп тұрады, сен қатының қатырып жүр ғой деп. Не болды енді? Ол абысын өмір келіп сен шайын ішпейді. Өзі біліп тұр соны, іше алмайтын. Бірақ соны жасайды. Сондықтан да айналайындар, анда-санда көретін туысқандарыңа бір алдарларың болсын да, бір өтірік күле саш болды. Жан бақытты бол деп. Сосын кейін енді 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл тұрған соң ол келіннің еңбегі тошын сіңді ғой. Сен өзің бауырдың жағдайын білесің. Қалай көтерілгендерін білесің. Мақтай салсай келінді. Ой жаным, сенің арқан ғой, сенің еңбегің. Рахмет жаным, ойбой. Өстіп бауырым екеуің үйтіп-бүйтіп адам болып кеттіңдер ғой. Рахмет сендерге деп қойсаң. Ана келін деген бар ғой. Болды, саған дорба подаркасын береді. Ойбай апа, үйге кетсеңші, шай ішсеңші, бата берсеңші деп саған сұранып тұрады. Ой, соған миларың жетпейді. Ой, сендер де бір осы. Білмеймін, мен өзім жастарды ешқашанда сөккен емеспін. Қанша туыстарым бар, таныстар